Сәлем балалар, келіңдер, қызықты оқиға тыңдайық. Ұлы патша Навуходоносор Иерусалим қаласын қоршауға алып, оны жаулап алды. Яхудилердің жағдайы үмітсіз болды. Құдай Навуходоносорға Яхуди патшасы Жохахымды тұтқынға алуға рұқсат етті. Жохахым өзіне көмектесе алмайтын басқа құдайларға табынатын еді. Жаулар қаланың қазынасын, тіпті Құдайдың ғибадатханасын тонап кетті. Ашпеназ, ең күшті, ең ақылды, ең жас, және ең әдемі Исраилдік жігіттерді таңдап ал. Мен олардың маған қызмет еткенін қалаймын. Тұтқындар 1000 шақырымнан астам жол жүрді. Олардың арасында Даниял мен оның достары болды. Ақыры олар Бабыл қаласына жетті. Оларды патша сарайында не күтіп тұр екен? Олардың ешқандай құқықтары болмайды. Бірақ Даниял мен оның достары қандай жағдай болмасын, Құдайға адал болып қалуды нық шешті. Балалар, сендер Құдайға адалсыңдар ма? Мектепте немесе үйде әрқашан оған адал болып қаласыңдар ма? Достарыңмен бірге болғанда және футбол алаңында ше? Құдай біздің оған адал болғанымызды қалайды. Көп ұзамай Даниял мен оның достары алғашқы сынаққа тап болды. Патша 3 жыл бойы тұтқындарға Бабыл тілін және басқа да ғылымдарды үйретуді бұйырды. Олар патшаның дастарханынан тамақ жеуге мәжбүр болды. Хананиях, біз бұл тағамдарды жей алмаймыз. Өйткені біз Құдай белгілеген тамақ мәзірін бұзамыз. Қалай ойлайсың? Біз басқа жерден тамақ таба аламыз ба? Кешіріңіз, бірақ біз патшаның дастарханынан тамақ жей алмаймыз. Бұл тағамдарды сендерге беруді патша бұйырды. Егер мен сендерге оны жемеуге рұқсат етсем, және сендер басқалардан нашар көрінсеңдер, онда патша менің басымды иығымнан кесіп тастайды. Өтінеміз, бізге 10 күн бойы тек су ішуге және көкөністерді жеуге рұқсат етіңіз. Содан кейін бізді басқалармен салыстырыңыз. Және осылай жалғастыра аламыз ба? Әлде жоқ па? Шешіңіз. Басшы келісті. Бұл оқиғаның қалай аяқталғанын біз киелі кітаптан оқимыз. 10 күннің соңында Даниял мен оның достары басқаларға қарағанда жақсырақ көрінді. Сонда бастық оларға тек көкөніс жеп, су ішуге рұқсат берді. Даниял күшті адам болды. Ол Құдайға адал болып қалды және сол үшін марапатқа ие болды. 3 жылдан кейін патша тұтқындарды сынады. Даниял мен оның достары барлық жағынан да үздік болды. Бұл жастар менің патшалығымдағы барлық мұғалімдерден 10 есе ақылды. Мен олардың маған қызмет еткенін қалаймын. Бірақ көп ұзамай олар қауіпті жағдайға тап болды. Бұл туралы мен келесі бөлімде айтып беремін. Жақында кездескенше балалар, менің атым Әлия.